20 ғасырдың бас кезінде адамда 4 түрлі қан тобының бары анықталған. 0 бірінші, А екінші, Б үшінші және АБ төртінші. Эритроциттердің бетінде ерекше молекулалар қан топтарының антигендері болады. Қан сарысуында қан топтарының антигендерімен байланысып, эритроциттердің жабысуын шақыратын нәруыз антиденелер бар. Бұл заттар эритроциттерде агглютиногендер деп, ал плазмада агглютининдер деп аталады. Агглютиногендердің екі түрі, А және Б. Сонымен қатар, агглютининдердің де альфа және бета деген екі түрі бар. Агглютининдер агглютиногендерді жабыстыру қабілетіне ие. Бұл үдерісте қанның жасушалық элементтері түйіршіктер түрінде жабысады, тұнбаға түседі. Осылайша, өз қасиеттерімен функцияларынан айырылады. Мұнда альфа агглютинины тек А агглютиногенін, бета агглютинины тек Б агглютиногенін жабыстырады. Осылайша адам қаны қасиеттері бойынша бірдей еместігі, ал қанда қандайда бір агглютиноген немесе агглютининнің болуына байланысты 4 топқа бөлінетіні анықталды. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Бұл жаңалық медицина үшін өте маңызды. Себебі егер 0 қан тобы бар адамға кез келген басқа топтың қанын құйса, қандағы эритроциттер жабысып, бұзылады. Нәтижесінде адам өліп кетуі мүмкін.